Ал кел, бос шаңырақ, күйеуің менеңді тыңдайтын бол. Бағынатын бол. Таң ертең сағат 5-те тұрып, сиыр сауып, үй тірлігін жасайтын бол. Сәлеметсіз бе, үйге кіріңіз. Не деген сұмдық, сенің алдында қайынапаң тұр, сәлем сал, быстро! Апа, келініңіз тәрбиесіз екен. Мені көре сала сәлем салмады. Енді жетім емес пе, тәрбие көрмеген. Алмас, неге маған бұлай жасап жатыр олар? Мен не істеп қойдым оларға? Бөлек шығайықшы, өтінемін. Жаным, үндемей қоя сал. Үлкен кісілер ғой, айтады да қояды. Сен келінсің ғой, әзірге бөлек шыға алмай, мама папа қарайласу керек. Алмас, бөлек шығудың жолын жасашы. Мен бұл жерде тұра алмаймын. Жақсы жаным, мен жұмыстан келгенде сөйлесеміз. Суды көп ағызба, светті өшіріп жүр. Сосын Фериді аздап сал, сен алып жатқан жоқсың. Ыдыс жуып болған соң кірлерді жуып таста. Стиралканы қосуға болмайды, свет тартады. Біз үйде кірді қолмен жуамыз. Жуып болған соң кешке балам келеді, тамағын дайындар. Бауырымның тапқан ақшасын текке құрта бермеңдер. Ол бейшара сені асыраймын деп сыртта жұмыс жасап жүріқтің ба келін. Үндемей қоя салайын, бірдеңесі болар. Жалғасын көргіңіз келсе, парақшама тіркеліп, комментарияға жалғасы деп жазыңыз.